Сәлем достар, сіздермен Айгерім. Бүгін мен сіздерге керемет ашытқымен пісірілетін жүз жұмсақ самсаның рецебін ұсынамын. Менімен соңына дейін бірге болыңыздар. Алдымен менің каналыма тіркеліп кетуді ұмытпаңыздар. Алдымен біздерге самсамыздың қамырын дайындап алу қажет. Ол үшін біздерге 200 мг жылы су, 1 шөкім тұз, 7-10 грамдай дрожжи, 360 грамм сары май қажет. Сары майымыз бөлме температурасында болу қажет. Осылардың барлығын араластырып алып, 700 граммдай ұнымызды қосамыз. Жақсылап қамыр илейміз. Қамырымызды әбден қандырып жақсы басып алғаннан кейін, оны жылы жерге көтерілу үшін бетін жауып қойып қоямыз. Енді біздің қамырымыз көтерілгенше салмасын дайындауға кірісеміз. Әркім қалауынша салмасын дайындауға болады, яғни картоп, асқабақ, пияз, капуста қосып қалағанша салма дайындауға болады. Мен мұнда тек тартылған етпен пиязды қосып және тұз бен бұрышты қосып солай дайындадым салмамызды. Міне біздің қамырымыз да дайын болды. Қамырымызды екі бөлікке бөліп аламыз. Жартысын мен салафонға салып, мұздатқышқа салып қоям. Яғни асығыс кезде немесе қонақтар келіп қалған жағдайда самса пісіре қоям дайын қамырымыздан. Қамырымызды таразыға қойып, бірнеше бөліктерге бөліп, 50 грамнан өлшеп аламыз. Одан кейін дәл видеодағыдай оқтаумен жайып, ішіне салмамызды салып, үш бұрыштап бүктейтін боламыз. Барлығын осылай жасап шығамыз. Осы рецепт бойынша самсаны жасауға кеңес беремін, себебі сіздерге ұнайтынына сенімдімін. Қамыр өте жұмсақ болып шығады. Барлық самсаларымызды жапсырып жасап шығамыз, үш бұрыштап. Одан кейін жұмыртқаның ағын сарысынан ажыратып аламыз да, бетіне сарысын жағып, күнжіт себеміз. Және де қыздырылған пешке қойып, әбден қызарғанша пісіріп аламыз. Бұл рецепт бір повардың авторский рецепті болып табылады. Сіздерге ұнайтынына сенімдімін. Мінекей біздің самсамыз да дайын болды. Видеода көріп тұрғандарыңыздай өте жұмсақ және дәмді болып келеді. Дәмі ауызда ериді. Және де дастарханның сәнін келтіреді. Жасап көріңіздер міндетті түрде.